Ассалату вассалам ала расулина Мухаммад. Бүгін қосымша қиссасын набиин лил атфал, пайғамбарлар қиссасы балалар үшін. Таалиф, авторы Абул Хасан Али Хасани ан-Надауи, яғни индиялық Абул Хасан Али әл-Хасани ан-Надауи деген толық аты, индиялық ғалым болған. Соның кітабынан ең бірінші бүгін осы кітапты кітап қол баспаға шығарған зерттеуші лил баъси да'i устаз al-Khutub, устаз Сейдул Қутуб, лил баъс зерттеуші ли да'i дағуатшы устаз Сейд Қутуб, яғни мырзайымыз Сейд Қутуб өзінің несін пікірін қалдырады. Арафту сахиб al-хазл кутаби Сейд Абул Хасан ан-Надауи. Бұл кітаптың авторы Сейд Абул Хасан ан-Надауиді таныдым дейді. Арафту фи шахсихи ва фи қаламихи. Оны жеке басынан және қаламынан таныдым дейді. Фa'арафту фихи al-қалб al-муслима вал-ақл al-муслим وعرفت فيه الرجال الذي يعيش بالإسلام وللإسلام على فقه جيد للإسلام. Одан мұсылманның жүрегі мен мұсылманның ақылын, сондай-ақ исламмен өмір сүретін, исламның терең түсінетін жанды көрдім дейді одан. هذه الشهادة لله أودها وأنا أقدم هذه التبعة من ذلك الكتيبي الصغير. Бұл менің Алла алдындағы куәлігім, осы кітапшаның басылымына оны ұсынамын. وقصص النبي للأطفال على صغر جحمه عمل جليل يضاف إلى أعمال سيدي أبو الحسن وإخوانه الأفاضل في حقل الدعوة الإسلامية. Пайғамбарлардың балаларға арналған хикаялары көлемі шағын болғанымен, Сейд Абул Хасан және оның ислам дағуаты жолында абзал бауырларының атқарған ұлы еңбектеріне қосылған үлес дейді. فليس الكبار وحده هم الذين يجب أن يبلغ إليهم الإسلام في صورته النقية، بل إن القلوب الصغار لأحوج إلى هذه الغذاء ليشبوا وطعموا الإيمان في نفوسهم ونورهم في قلوبهم وبشاشته في أرواحهم. Исламды таза қалпында тек үлкендер ғана білуі тиіс емес, керісінше балалардың да жүрегі әрі рухани азыққа аса мұқтаж. Олар иман дәмін, нұрын және қуанышын сезініп өсуі үшін дейді. والقصص هي المادة الأولى التي تفتح لها تلك القلوب الصغيرة البريئة. Ал хикаялар сол пәк жүректердің ашуына себеп болатын ең негізгі құрал. وهذا الكتيب وإن كان مكتوبا للصغار، إلا أنني أعتقد أن الكثيرين من الكبر في حاجة إلى أن يقرأوه. Бұл кітапша балаларға арнап жазылғанымен, ересектердің де оны оқуы қажет деп есептеймін.
فأكثرون لم يفتح لهم تعليمهم الذي سيطر عليه الاستعمار وهيمن عليه التبشير أن يعرفوا شيئا عن قصص القرآن الكريم ومراميه العميقة وجوه الإيمان التهذيبي المؤثر كما هو معروض في هذا الكتيب. өйткені көптеген адамдарға отаршылдық пен миссионерлік басым болған білім жүйесінде Құран хикаяларының терең мағынасы мен оның имандылыққа тәрбиелейтін әсері жайлы білу мүмкіндігі бұйырмады, ал бұл кітапша соны ұсынып тұр. ولقد قرأت الكثير من كتب الأطفال بما في ذلك القصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وشاركت في تأليف مجموعة القصص الدينية للأطفال في مصر مأخوذا ذلك من القرآن الكريم. Расында мен балаларға арналған көптеген кітаптарды, соның ішінде пайғамбарлардың, оларға Алланың сәлемімен игілігі болсын, өмір баяндарын оқыдым. Сондай-ақ Мысырда Құран кәрімнен алынған балаларға арналған діни хикаялар топтамасын жазуға атсалыстым. ولكن أشهد في غير مجاملة أن عمل السيد أبي الحسن في هذه القصة التي بين يديه جاء أكمل من هذه كله. алайда мен ешқандай жағымпазсыздық жағымпаздықсыз куәлік етемін. Қолымдағы бұл хикаяны Саид Абул Хасанның еңбегі осылардың бәрінен де кемел шыққан. وذلك بما احتوى من توجيهات رقيقة وإيضاحات كاشفة لمرامي القصة وحوادثها ومواقفها وتعليقات داخلة في ثنايا القصة. Бұл оның нәзік нұсқаларымен, хикаяның мақсаты мен оқиғаларын, оның астары мен жағдаяттарын ашып көрсететін түсініктемелерімен, сондай-ақ оқиға желісінің ішіндегі пікірлермен ерекшеленеді. ولكنها توحل بحقائق إيمانية ذات خطر حين تستقر في قلوب الصغار أو الكبار. Ол хикая кішкентайлардың да, үлкендердің де жүрегіне орныққан кезде маңызды имани ақиқаттардан сыр шертеді. جزالله السيد أبا الحسن خيرا وزاده توفيقا وهدى به الأجيال الناشئة التي تحيط بها العواصف والأعاصر وتنتشر في طريقتها الأشواك وتدلهم من حولها الظلمات. Алла Саид Абул Хасанды жақсылықпен сыйласын, оның отбасын, оның табысын арттырсын, және оның еңбегі арқылы дауыл мен борандар қоршаған жолында тікенектер жайылған, айналасында қараңғылық басқан жас ұрпақты тура жолға бастасын.
وتحتاج إلى الهدى والنور ورعاية والإخلاص في خياطتها ورعايتها وعلى الله التوفيق. Оларға жас ұрпаққа тура жол, нұр, қамқорлық, әрі оларды қорғауды және тәрбиелеудегі шынайылық қажет. Барлық істе табысты Алладан.